Бүгін біз қауынның дәнінен сүт жасаймыз. Ол үшін бізге блендер көмекке келеді. Қазір ішіне саламыз қабықтарын және сонымен бірге оған 250 грамдай мынау стаканмен қайнаған су құямыз. Осы қауын сүтінің жаңағы дәмін және сонымен бірге пайдалылығын, нәрлілігін арттыру үшін біз оған бір қасық бал құямыз. Мынау гречичный. Бір қасық енді қатты толтырмай, гречичный балдан құямыз. Гречичный балдан құямыз. Енді тағы да ары қарай айналдырып, тағы қосымша айналдырамыз. Енді бізде мынау сүзгі болды. Қазір біз оны мынадай сүзгі арқылы, майда сүзгі арқылы банкіге сүзіп аламыз. Сол кезде оның ішіндегі сүйектері сүзіліп бөлініп алыну керек. Біз мына сүзгімен сүздік, сонда мұншама қауынның сүті шықты, және мұнша оның қабықтары бөлініп шықты. Енді осы қысқаша ғана осы қауын сүтінің құрамы және оның пайдасы туралы айта кетейік сіздерге. Қауын сүтінің құрамында кальций, магний және натрий бар. Сонымен бірге В12 витамині бар. Микроэлементтер және бар. Бұлар адам ағзасына өте қажетті витаминдер. Сондықтан бұның пайдасы адам ағзасы үшін өте зор. Енді бұл витаминдер қандай ағзаға пайда келтіреді, сол туралы айтайық. Бұл витаминдер адамның есте сақтау қабілетін жақсартады біріншіден, екіншіден бауырды, бүйректегі, өттегі тастардың тұрмауына алдын алады. Тас болмауына алдын алады. Және сонымен бірге олардың жұмысын жақсартады. Жүректің жұмысын жақсартады. Міне, осындай пайдалары өте көп. Осы дайындаған сүтіміздің дәмін көріп жіберейік. Ой, шынымен де өте керемет екен дәмі. Бал қосылғаннан кейін кішкене кәдімгі нағыз сүт сияқты. Әрине, қауынның өзіндік дәмі және бар.